Бұрынғы балапан туралы видео соңғы рет 3 ай бұрын шықты. Бірақ мен әлде бұрында балапанда көрсеткен керемет проекттердің бәрін айтып үлгермеген болатынмын. Сондықтан бүгін біз осы теманы қайта жалғастыратын боламыз. Және бүгін мультсериалдар емес, сериал проекттерді көп қозғайтын боламыз. Ал егер видео ұнаса, достар, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ал мен бастаймын. Кеттік. 2014 жылы балапанда бір қызықты жардыма шыға бастады. Бір жап-жасыл түсті өзге ғаламшарлық, который шірікке ұқсайды, өз кемесімен апат болып жер планетасына құлап бара жатқан. Басында бұны көргенде түсініксіз болды. Не бұл деп, не үшін құлап бара жатыр, не чоза чупакабра деп. Бірақ біраз уақыттан кейін Томпақ деп аталатын сериал эфирге шыға бастады. Сюжеті бойынша 3 достар болыпты. Берік, Тасболат және Есет есімді. Тынымсыз әйтеуір көттеріне қызық іздейтін достар болған еді. Bir күні олар бір атаның алмасын ұрлайын деп, кешкісін жоспарларын жасай бастайды. Бірақ сәл мүлт кетіп, қашуларына тура келді. Үшеулер ұрлаған алмаларын жеп отырып, сөйлесіп отырғанда аспаннан бір зат құлап түседі. Ол құлаған зат әлгі өзге ғаламшарлық болып шықты. Есімі оның Том Серлі Жақсипақ. Қандағын атебайды. Бірақ балалар оған Томпақ деп керемет бір есім қойған болатын. Онымен дос болып жай заттарын көрсетіп үйрете бастайды. Бірақ Томпақты жай қарамай оларға әртүрлі күш береді. Берікке жылдам жүгіру, Тасболатқа күш немесе сенімділік, бір баланы жеңу үшін, ал Есетті математик қылады. Солай олар осы кейіпкермен достасып, әртүрлі жағдайларға немесе мәселелерге түседі. Экология, достық, тәртіп, ата-ананы сыйлау деген секілді. Және оларды шешеді. Және соңында достар Томпаққа өз планетасына қайтуға көмектеседі. Басқа кейіпкерлерге келсек, ол Жасмин есімді осы кейіпкерлерге стучат ететін қыз, басына ұнамайтын, кәзде ұнамайды. Бірақ Томпақтың арқасында бұл кейіпкерде басты үштікпен дос болып алады. Және бұл жушы әпше и директор көбінесе пайда болатын. Және осы кейіпкерлердің бәріне де Томпақ та өз көмегін тигізген болатын. Бұл проект сол кездің шегулдарына қатты ұнап, танымал бола бастады. Расында да сол кездерге кино секілді түсірілген, бірақ 2D мультстилінде салынған кейіпкермен. Вофрамет, Роджер, Рэббит сияқты емес әрине, бірақ балапан үшін жаман емес етін. Өкінішке орай қай жылы жасалу тоқтатылған және де неше серия шыққан мен таба алмадым. Егер білсеңдер, әрине комментарийға жазып кетсеңдер болады. Проекттің мақсаты балаларды тәрбиелеу, ғылымға қызықтыру, тілді байыту және де отандық контентті дамыту болған еді. Расында да дамытты. 2014 жылға жаман емес проект. Ал сендер қалай ойлайсыңдар? Әрине комментарийға жазып кетіңдер. Ал келесі айтатын проект Қалқан құлақ. 2017 жылы шыққан сериал, 12 бөлім қателеспесем. Сюжет бойынша өзінше бәріне сөз қайтарып тиісетін бала болыпты. Жаздың бір күні ол өз досымен балық аулауға бір өзенге барғанда, немесе басқа нәрсемен, мен есімде емес, білмеймін, көрмегенмен мүлде. Өзеннің жанына келгенде бір атаны жолықтырады. Және оны келеке етіп сөз қайтарып мазақтайды. Ал ата простой ата болып шықпайды. Ол сақшы болып шығады. Сол өзеннің сақшысы ғой, короче, сақшысы. И ол шыдамай, оның құлағын дәу қылып, қалқан құлақ қылып тастайды. Енді ол әр жануардың не деп жатқан және де алыста не дыбыс шығып жатқан ести алады. Бірақ мынандай құлақпен оның әрине жүргісі келмейді және ата-анасына айтып, құлағына ота жасатып кішірейтеді. Бірақ қолынан түк келмей құлағы қайттан қалпиып кетеді. Енді оған құлағын қайта дұрыстау үшін жақсылық жасау керек. Елге көмектесіп, спай болып деген сияқты. Және көмектесу барысында оған әртүрлі ертегі кейіпкерлер көмекке келеді. Көлтаусар, Толағай, Жалмауыз кемпір секілді. Және арасында ол өзі кезінде келе кетіп, мазақтаған адамдарды жолықтырып қалады да, өзінің қандай шірік болғанын түсінеді. Ол соңында ол өз құлағын өз қалпына келтіреді және басқа адам болып кетеді. Спайырақ және де елге өз қол ұшын созатындай. Проекттің мақсаты да осындай сияқты. Өздеріңе қалай ұнайтын ба едім? Маған мысалға жоқ, себебі 2017 жылы балапан емес, Cartoon Network қарайтын едік қой біз. Және соңына күлдір-бүлдір, көп нәрсе айта алмаймын. 2017 немесе 18 жылдары шыққан проект. Сюжеті шыны керек жоқ десек те болады. Тек әкесі мен баласын уақыт өткізгенінде туралы. Бала Расыл кішкентай болған соң әр нәрсені үйренгісі келеді. Ал әкесі ғалым, бұл олардың шын есім еслейшті, оған барынша үйретеді. Немесе олар әрине әртүрлі жағдайларға түсіп қалады. Міне лифтқа түсіп мысалға. Кейін көңілді отбасы күлдір-бүлдір деген жалғас шықты. Тағы да қосылған балалармен және де ескі нұсқасының керемет саундтрекпен. Ал комментарий жазып кетіңдер. Осы айтқандардың қайсысы сендерге қатты ұнайтын? Және келесі видеоларда қай проекттар туралы айтқанды қалайсыңдар? Мен қуана жасаймын. Ал сендермен болған мен Олжас. Достар, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.